Қайырлы күн каналымның оқырмандары, бүгін сіздерге осындай сникерс деп аталатын пирогтың рецептісімен бөліскім келді. Бұл пирогты отбасымызбен сүйсініп жедік, дәмді, нәзік, тез дайындалатын пирогтардың бірі деп ойлаймын. Міндетті түрде шайға жасап көріп, комментарийді бөлісе отырыңыздар. Ең алдымен ұнды илеуіштен өткізіп аламыз, сонда ұнымызға ауа кіріп, пирогтағы қамырымыз тығыз болмайды. Оған енді кез келген фирмадағы какао ұнтағын, одан кейін разрыхитель қосамыз. Енді бөлек ыдыста қантты жұмыртқаға қосып араластырып аламыз. Бұл бізде қамырымыз біркелкі және піскен кезде қантты ауызда қытырлап тұрмас үшін жасалынады. Енді жаңағы құрғақ заттарға сары май немесе маргарин қосамыз да сұйықтықты құйып қамыр илейміз. Бұл пирогтың бір ерекшелігі, қамырды илеп болған соң демалдырмай, яғни салафанға салмай пісіруге кірісе береміз. Міне осылай қамырды жинақтап алғаннан кейін, енді кез келген формамызды алып жаямыз. Енді қараңыз, егер формаңыз менікіндей 24 диаметрі болса, 170 грамм қамырды алып тастаймыз. Қалған артық қамырдан печенье жасауға болады. Пешімізді алдын ала қыздырып, 180 градусқа қойып қоямыз. Дайын болған форманы пешке салып, 25 минут пісіреміз. Міндетті түрде пирогтың қамыры піскеннен кейін суытып формадан бірақ аламыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Вареная сгущенкаға мен ылғи депская табиғи таза құрамы болған соң осы фирманы қолданамын. Оған арахисті қосып, арахисті езбей жақсылап араластырамыз. Енді ганашты да дайындап қоямыз. Ол үшін шоколадқа сары май немесе сливки болса қосып, водяной баняда ерітеміз, немесе микроволновкада да болады. Қатты пісіріп жібермеңіздер. Осындай ыстық буда ерітсеңіз, басынан аяғына дейін ерігенше араластырып тұру керек. Енді пирогты жинаймыз, суытылған основаға жаңағы начинканы салып, біркелкі жаямыз. Дайындап қойған ганажымыз жылынған соң, оған арахис қосып араластырып, начинкасы бар пирогтың үстіне құямыз. Дайын болған пирогты шоколады қату үшін тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қоя тұрамыз. Уақыт өткеннен кейін қалауыңызша әсемдеп шайға ұсынамыз. Бұл пирог сіздерге 100% ұнайды, көңіліңізден шығады деген сенімдемін. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыз.